Сәлем құрметті достар, менің есімім Әлем және бұл Study оңай онлайн білім беру мектебі. Бүгінгі біздің қарастыратын тақырыбымыз өте қиын, өте ауқымды және көптеген студенттер мен оқушылардың велосипедтерінің колесоларына таяқ қадаған есептердің бірі болып табылады. Бұл есептер логарифм есептері. Логарифм есептері енді де үнемі кесе және кем дегенде 2 немесе 3 балдың тағдырын шешетін есептер болып табылады. Олай болатын болса, осы завеса тайны жиналған есептер, яғни логарифм есептері қалай шешілу керек? Соны мен сіздерге түсіндіруге тырысамын. Олай болатын болса, бірден бастайық және ең бірінші бізге білуіміз қажет нәрсе логарифм деген нені білдіретіндігінде. Яғни бізге былай айтады: логарифм а негіздегі b тең c. Егер де a-ның c дәрежесі b-ға тең болатын болса. Сандар ретінде мысалды алайық. Логарифм 2 негіздегі 8 тең 3, яғни ол 2-ның 3 дәрежесі 8-ге тең. Немесе логарифм 3 негіздегі 27 тең болады 3-ке, себебі 3-тің 3 дәрежесі тең 27-ге. Түсіндіңіз бе? Олай болса, құттықтаймын құрметті болашақ түлек, сіз логарифмді толықтай түсіндіңіз деп айта беруімізге болады. Себебі логарифмнің негізгі түбінде жатқан фундаменталды формула дәл осы формула болып табылады. Яғни осы формула арқылы басқа формулаларда, басқа анықтамаларда барлығы шыға беретін болады, құрметті достар. Яғни сізде любой логарифм есеп шешу үшін ең басты қажет нәрсе дәл осы. Ары қарай кеттік. Логарифмнің а негізіндегі а тең болады 1, ол түсінікті, себебі кез келген санның бірінші дәрежесі ол сол санның өзіне тең. Логарифм а негіздегі 1 тең болады 0, ол да түсінікті, себебі кез келген санның 0 дәрежесі 1-ге тең. Енді lg және lnx дегендеріміз қызықтырақ болып табылады. Яғни lg дегеніміз не? Егер lg дегенді есепке келтіретін болсаңыздар, онда жай ғана білгенше lg ол логарифм 10 негіздегі сөз. Ал ln дегеніміз логарифм e негіздегі сөз. Бірақ құрметті достар, бірден айта кетейік, ln деген сіздерде есептерде жиі кездесуі мүмкін, бірақ та 99,9% ықтималдықпен сізде бұл есепте есептеу қажет емес. Ол не деген сөз? Яғни ол жерде ln дегеніміз немесе қысқарып кетеді, немесе басқа жаққа қарай өзгеріп кетеді, түрі алмасып кетеді. Любой бір операция болуы мүмкін, бірақ скорее всего оны кәдімгідей e тең болады 2,7 деп есептеуіміз қажетті жоқ, құрметті достар. Олай болмаса, ары қарай біздің назар аударатын нәрселеріміз ол формулалар. Формулалар оңай дәлелденеді, оңай түсінікті. Егер де осы сандардың орнына, яғни әріптердің орнына кез келген сандар қоятын болсаңыздар. Мысалы, условно біріншісін ала салайық. 2-ның логарифм 2 негіздегі 8 дәрежесі тең болады 8-ге болу керек. Яғни логарифм 2 негіздегі 8 дегеніміз ол 3-ке тең екені белгілі. 2-ның 3 дәрежесі 8-ге тең. Дәлелденді, шықты. Барлық формулаларда дәл солай, құрметті достар. Олай болатын болса, бірінші бірден есеп шығаруға кірісейік, құрметті достар. Бірінші бізде логарифм 9 негіздегі 270, азайтылған логарифм 9 негіздегі 5, қосылған логарифм 9 негіздегі 2-ден 1. Біз бірден білеміз, 270 дегеніміз логарифмнің нешінші дәрежесі екенін білмейтінімізді. Логарифм 9 негіздегі 5 дегеніміз, яғни 9-ның нешінші дәрежесі 5 екенін білмейміз. 9-ның нешінші дәрежесі 2-ден 1 екенін білмейміз, құрметті достар. Олай болатын болса, біз не істейміз? Әрине формулаға кірісеміз. Логарифм тағы бір формулардың бірі, мынандай формула бар. Логарифм а негіздегі x азайтылған логарифм а негіздегі y тең болады логарифм а негіздегі x бөлінген y. Яғни бұл жерде амал тек қана негіздері бірдей болған жағдайда орындалады, құрметті достар. Ал бұл жерде өзіміз көріп тұрғанда негіздердің барлығы бірдей. Яғни логарифм 9 негіздегі 270 азайтылған логарифм 9 негіздегі 5 қосылған логарифм 9 негіздегі 2-ден 1 дегеніміз логарифм 9 негіздегі 270 бөлінген 5 көбейтілген 2-ден 1 деген сөз. Яғни бұл жерде ол логарифм 9 негіздегі 270 бөлінген 10, яғни бұл логарифм 9 негіздегі 27. Ал енді 9-ның ешінші дәрежесі 27-ге тең дегенді табу бізге намного оңайырақ, құрметті достар. Ол x тең болады 1,15, яғни 9-ның 1,15 дәрежесі 27-ге тең. Есеп шешілді, есеп оңай. Ары қарай кеттік, құрметті достар, бұл жерде теңсіздіктер жүйесін шешуіміз керек. Бірінші блокта, яғни бұл жерге мүлдем назар аудармаймыз, өйткені бұл бөлді бөлік тақырыптың есебі бізді қызықтыратын екінші блок. Бұл жерде қалай шығарамыз, құрметті достар? Шығару үшін былай аламыз. Логарифм 5 негіздегі 4x артық тең 1 болса, 4x артық тең 5-тен. Болды, құрметті достар. Яғни бұл не дегеніміз сөз? Сіздер барын түсініп тұрсыздар деп ойлаймын. Бұл жерде а, бұл жерде б, бұл жерде с. Яғни б бұл тек қана a-ның c дәрежесінен артық болу керек. Ал біздегі a-ның c дәрежесі есеп бойынша 5-тің бірінші дәрежесі ол 5. Ары қарай x артық тең болды 1,25-ке.
есеп жартысынан көбі шешіледі деп айтуымызға болады. Ары қарай кеттік құрметті достар, бұл жерде жүйе берілген және де негіз емес, бұл жерде негізгі элемент ретінде x плюс y деп берілген, яғни бұл айнымалы сандар. Олай болатын болса, құрметті достар, біз қалай шешуіміз керек? Бірінші былай, x тең болады 2y. Ондай жағдайда бізде логарифм 9 негіздегі 3y тең 1. 3y тең қайдан шықты деп ойлайтын болсаңыздар, бұл 2y қосылған y деген сөз. Себебі бұл жерде x бізде 2y-ға тең болды. Бұл жетсе 3y тең болады 9, ал y тең болады 3. X тең болады 6, екеуінің қосындысы 9. Есеп шығарылды. Жартақ минут уақыт кетті құрметті достар. Ары қарай кеттік, бұл есеп сәл ғана күрделірек, оның күрделілігі мынада ғана. Біз 1 дегенді қалай ала аламыз? Біз 1 дегенді логарифмнің 10 негізіндегі 10 деп аламыз. Не себепті 10 негіз? Себебі бұл жерде LG деп тұр, яғни LG дегеніміз логарифм 10 негіз екенін білеміз. Яғни бұл арқылы біз 1 негізге қарай апаруымыз керек құрметті достар. Олай болса, логарифм 10 негіздегі 10 қосылған логарифм 10 негіздегі 19 қосылған x тең болады 2 көбейтілген логарифмнің 10 негіздегі y дәрежесі. Y тегіміз 1 минус x деп ала береміз. Бірден олай болатын болса, бізде қарапайым формула орындалады. Логарифм 10 негіздегі 10 көбейтілген 19 плюс x, егер арасында қосып болатын болса, көбейту амалы орындалады. Тең болады, бұл жердегі 2 не істейміз? Формула бойынша бұл жердегі 2 мына y-дің дәрежесіне қарай кетіп қалады. Яғни 2 логарифм 10 негіздегі y ол логарифм 10 негіздегі y-дің квадратына тең. Олай болатын болса, бұл жерде логарифм 10 негіздегі 1 минус x-дің квадраты шығады құрметті достар. Енді ары қарай айтайық. Бұл жерде негіздер бірдей, яғни логарифм 10 негіздегі. Олай болатын болса, негіздерін оп-оңай қысқарта беруімізге болады. Яғни бұл жерде пайда болған өрнек 190 қосылған 10 кешірім сұраймын. 190 қосылған 10 x тең болады 1 минус 2x плюс x квадрат. Қарапайым квадрат теңдігі бар жатыр. X квадрат минус 12x минус 189 тең 0. Дискриминант тең болады 144 қосылған 700 қателеспесем 700 бір нәрсе, сонда жауап бізде шығады 900. Қазір есептей салайын, калькуляторды қолыма алып. Олай болатын болса, бізде 189 көбейту 4, 756. Яғни 144 қосылған 756, 900-ге тең. 900 дегеніміз x1, 2, 12 плюс минус 30, яғни 900-ның түбірасында 30 шығады, бөлінген 2. 2 жауап аламыз, бірінші жауап 21, екінші жауап минус 9. Қай жауапты, құрметті достар, қабылдаймыз? Сағыныз бұрай. Бірінші, x тең болады 21 деген жауапты қарастырайық. Ол болатын болса, y бізде тең 1 минус 21 тең минус 20-ға. Біз ол жауапты ала алмаймыз. Не себепті? Себебі мына жерге қарайық. LG y дегеніміз ол LG минус 20 бола ала ма, бола алмай ма? Мынандай ереже бар құрметті достар. Кез келген оң таңбалы санның ешқандай да бір дәрежесі никогда ни за что минус таңбалы сан шыға алмайды. Яғни оның ешбір дәрежесі бізде тең бола алмайды минус 20-ға. Олай болатын болса, минус 20-ны біз алмаймыз. Біз аламыз минус x тең минус 9, яғни y тең болады 1 қосылған 9 тең болады 10 дегенімізге. Бұл жерде минус 9 қойы беруімізге болады, өйткені 19 минус 9 тағы оң таңбалы сан шығады, және y орнына тағы да оң таңбалы сан. Бұл жерде бізде яғни ашылатын жауаптар минус 9 және 10. Минус 9 пен 10-ның көбісі тең минус 90 құрметті достар. Ары қарай жалғастырамыз құрметті достар. Бұл жерде бізде пайда болған есеп ln, яғни логарифм e негіздегі деген сөз. Бұл жерде бізде оны ешқалай қорықпау керек, себебі бізде сұрап тұрған нәрсе ол туынды. Егер туындының формулаларын қарайтын болсақ, ln x болатын болса, оның туындысы бізде x-тан 1 деген қарапайым, оңай және әбәдемі формула бар. Яғни бұл есепте сол формула орындала салады құрметті достар. Ары қарай кеттік. Бұл жерде қорытынды ретінде айтайық, біз не үйрендік? Біріншіден біздің үйренген нәрсеміз ол мынада. Логарифм ол қиын емес. Логарифм дегеніміз көп уақытты қажет ететін есептер емес. Екінші, логарифмді
есептердің 80%-ға жолын шеше алу үшін бізге қажет нәрсе ол логарифм а негіздегі b тең c деген формула ғана. Және үшінші өте маңызды нәрсе ол математика өте оңай екен. Яғни бұл жерде барлығы 20-шы жылы кескен инпуттардың есептері барлығы кәдімгі дұрыс нағыз базадан алынған және де ешқайсына есеп шығаруға 1 минуттан артық уақыт кетпейді, құрметті достар. Олай болатын болса, сіздердің естеріңізде сақтайтын басты нәрсе математика оңай. Сіздермен болған Альпаев әлем және болашақ видеоларда кездескенше сау саламатта болыңыздар.